Бұл білімге келуім себебі 2 жыл бұрын маған диагноз қойылған. Және 1 жыл бұрын балама жүкті болған кезде маған врачтар қорқытып, сіз родзалдан тірі қалмауы мүмкінсіз, шықпауы мүмкінсіз, балаңыз да өзіңізде қалмауы мүмкінсіз деп қорқытқан болатын. Және де бұл квантовый скачокты мен бірден-бір жасауымның себебі осы болған. Өмірімде мен квантовый скачок жалғыз осы емес екенін түсіндім. Бұл білімді алу арқылы, өмірге деген көзқарасымды өзгерту арқылы, бұл өмірге жеңіл қарау арқылы, және де бұрынғы алгоритмдерді, бұрынғы өмірге деген көзқарасымды, қиын өмір деген көзқарасымды, өкпе ренішімді бәрін кешу арқылы, жаңа өткен шақтағы біздің бағдарланып қалған бағдарламаларды, бойымыздағы алгоритмдерді өзгерту арқылы мен өмірімде квантовый скачок жасадым. Және де қазіргі таңда балам да дін аман, өзім де дін аманмын, шүкірмін. Мен қуаныштымын бұл білімге келуіме және көзқарасым